өте керемет. Қазақ еліне баршасына үлкен алғысымды білдіремін. Осыны мені күтіп алып жатқан барша қазақ еліне алғысымды білдіремін. көңіл өте тамаша. Басыңдағы киімге қарасақ, сен армияшылардың. Иә, мен армияшылдардың ЦСКА-да өзім сол жерде офицермін. Лейтенант, аға лейтенант болып барды, Олимпиадаға капитан болып оралып жатыр, Аллаға шүкір. Қорғаныс министрінің төрағасына, ЦСКА командиріне бәріне алғысын білдіремін. Жалпы айтыңызшы енді өзіңіздің жеңісіңіз туралы, сіз енді алам деп үміттендіңіз бе? Әттегай деген жоқ па? Мысалға күміс болу керек кемде деген сияқты. Бізде бәріміз көрдік қой, бәріміз де сондай өкініш. Елде шыққанда бұл жаққа алтын аламыз деп шығамыз бәріміз. Енді барымды салдым, күтпеген жерде қола медальға ие болдым. Негізінде ақтық сынға жолдама алатын кезде бразилец балуан ішінен 100% жеңем деп тұрғам негізінде. Кішкене бұйырмай қалды енді. Қолаға да қанағат деп қайттық елге. Рахмет, Алла разы болсын баршаңызға. Дәл осы жерде туған туыс бәрі жаңа атаны байқап қалдық. Иә, атам, апам бәрі осы жерде жүр. Яғни сенің туған үлкен атаң. Иә. Карьераңыз осымен жоспарыңыз бар қандай? Әрине жоспар бар ма әлде? Жоспар қазір ағайлармен ақылдап осы отырып, жұмыстарды өзіміз шешеміз қарады. Бапкерлікпен айналысу ары қарай жоқ. Жоқ, әрі бапкерлікпен айналысу, мен ары қарай күресемін алғасы. Жеңісті кімге арнаймыз? Жеңісті барша қазақ